көп кездесетін сұрақтардың бірі, ол біздің дизайн, мысалға станоктың пяльці бар ғой, немесе рамка соның ортасында тұрмайды, шетте тұрып қалады деген сияқты, болмаса рамкадан шығып кетеді деген сияқты сұрақтар көп болады. Ол неден болады? Ол ең бірінші, мысалға сіз дизайн сыздыңыз. Мен кез келген бір дизайн сызайын. Осы екі дизайн, например. Мына осы дизайн бізде төменгі жағында, немесе сіздерде жоғарғы жағында болуы мүмкін, немесе төменгі жағында болады. Позиция X, Y деген. Мынау қызыл тұр ғой. Қызыл, бұл деген сөз осьтің тура ортасы, яғни 0 деген сөз. Мынау бізде X, мынау Y. Яғни, мысалға, қазір объектіні таңдасаңыз, сізде позиция X және позиция Y деген шығады. Яғни 29-73 деген X-тің жоғары қарай 0-дан шамамен 3 сантиметрге жоғары деген сөз. Ал Y дегеніміз шамамен 18 миллиметр оңға қарай деген сөз. Біз барлық объектімізді жасап алып болғаннан кейін барлығын таңдаймыз. Таңдағаннан кейін позиция дегенді 0-ды басасыз, одан кейін Enter. Жылжыдан X бойынша X-тің осымен тура центрға, одан кейін объектімізді төмен қарай Y-тің бойымен жылжытуымыз керек. Ол үшін позиция X-ті, Y-ті тоже 0 дейміз де Enter басамыз. Сол кезде мына объектіміздің тура центрына, рабочий поляның центрына келеді. Және жоғарғы жағында қарасаңыздар, автоначало и конец деген бар. Осыны міндетті түрде қосып қоюымыз керек. Бұны қосып қоймасаңыз, бізде станок көрінбейді. Қосып қоюның несі, белгісі, бұл деген сары жанып тұрады. И болды. Одан кейін сохранить етеміз.